Ассалаумағалейкум достар, қосылайық бағдарламасының көрермендері, амансыздар ма? 14:30-да бізде гранд финал, білесіздер, бізде мисс қосылайық өтіп жатыр. Енді мистің тәжі, мистің коронасы кімге бұйыратын 14:30-да көріңіздер, қалмаңыздар, ауырнадан ауыспаңыздар. Біз сіздерді күтеміз әрдайым. Айгүл, қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Бүгінгі қорытындыны естуге дайынсыз ба? Әрине, дайынсыз. Қандай не естісін де өзім дайындап беремін. Қайсысына да дайын. Дайынсыз ба? Басты кеше күшті ұйықтаған шығарсыздар. Ой, прикиньте, қанша күн шаршағанмын, кеше білді ғана, кеше ана уф деп бүйтіп расслабленныйге бардым да өзім ұйқым келеді уже. До того қанша күн бойы дұрыстап ұйықтамай шаршағанмын. Сонда 12 күн ұйықтап қалғанмын, әйтшейінде 2-3 күніге азанмен тұрып сөйтіп сол енді. Иә. Бүгін енді көптен бергі бір аптадан асты ғой енді. Таласқа түскен тәждің иесін анықтайтын боламыз. Енді біраз тәжге талас болды. Міндетті түрде эфирді көрдіңіздер. Эфирде кімнің мисс болатынын бірге білеміз. Көңіл-күй қалай екен? Қорытындыны естуге дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Өзіңізге өнеріңіз ұнады ма? Ұнады. Біз де ойладық, Айда өзінің стилін тапқан сияқты деп, Иә, бәрі сөйтіп айтып жатыр. Вот какая она деп, на самом деле. Оқырмандар, біздің студияда Мисс 2022 Гүлназым. Қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Сау қалыңыз. Біраз болды келмегеніңізге? Әсіресе сіздің де келіп түсіргенім. Биді қалай бірге бірдей қылып билеп дайындадыңыз? Мен 3 жыл современный биге қатысқанмын. Өзім бір Ақназ би тобы деген болатын, соның резерві қазол группа енді жоқ. Көріш кезінде онда жақсы. Содан кейін маған мен икемім бар да, емен тез үйреніп кете аламын. Бірден көріп жаттап ала саламын қимылды. Енді сәл пәл анда майсу деген енді онда қаққанмын да, бірақ онда харизмамен алып кете аламын көп нәрсені. Күшті шықты мағандар. Құрметті оқырмандар, бізде марапаттау кезеңі басталып кетті. Біздің пысық ару Нұрай. Ал Нұрай, көңіл-күйіңіз қалай? Күшті. Енді барша көрерменге алғысым шексіз. Осы номинацияға мені лайықты деп санағандарыңызға үлкен алғысым шексіз. Мен лайықты деп ойлаймын осы номинацияға. Осы сайыстың арқасында өзіме жақсы қолдаушыларды таптым. Халыққа өзімді жеке тұлға ретінде де таныстыра білдім деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, айта кетейік, Нұрай өте ұзақ уақыт дайындалған жоқ. Бары болғанда бір-екі күнде өзінің қатысатынын білді. Солай пысықтығымен өзінің көзге түсті. Сол үшін менде көп дайын тұрған жоқ. Соңына дейін жеңілмей, берілмей, шығып кетпей, соңына дейін. Абырой деп білемін негізі. Жарайсыз деймін. Құттықтаймын, бұдан да күшті жеңістер ала салды әлі.